Сәлем достар, қыс мезгілдер ішіндегі ең пәк, ең ажарлы, ең сұлу, балалық шақтың ғажап сәттерін еске түсіретін кезең болып табылады. Кең даланы ақ көрпеге орап, ақ дүниенің кіршіксіз белгісі болып келетін, күн түссе еріп кететін қыс, нәзіктікті сипаттайтын ұғым сияқты. Дегенмен барлық жерлерде қыс соншалықты тартымды емес, әсіресе біздің елде. Қыс ең суық мекендердің арасында Антарктидадан кейін 4-ші орында тұрған біздің елдің қысы аса қатаң болып келеді. Барлығымыз қыс мезгілінің аяздарына шыдай алмай, жүріп бара жатқан күйінде қатып қалған жануарлар жайлы видео топтамаларды көрген болатынбыз. Бірақ Қазақстанда аяздардың қаһарлы болғаны соншалық, ондай жағдайлар бізде әр қыс сайын қайталанып келеді. Біз әр елдердегі болған жағдайларды жинамай-ақ, тек біздің елде болған аязға шыдай алмай жүріп, тіпті ұшып бара жатқан күйінде қатып қалған жануарларды көрсететін боламыз. Ал енді достар, видео басталмай жатып лайк басу дәстүрімізді ұмытпайықшы. Осы салқын күндері ыстық лайктарыңызды аямаңыздар. Және арнамызға әлі де тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде осы видеоның астында қызыл подписаться батырмасын сұр түске айналдырып, біздің үлкен отбасымызға қосылып кетіңіздер. Адамзат баласы көркем табиғатты, оның ғажайып туындыларын жадында сақтап қалу үшін суретке түсіріп алуды әдетке айналдырған. Біз естелікке қажет сол бір сәтті фотоға түсірудің батырмасына басу арқылы оны мәңгі қатырып қоя аламыз. Алайда қатал табиғат үшін сәтті сол күйінде мәңгі сақтап қалу үшін деген мүлде басқа нәрсе. Қыс мезгілі қаһарлы аяздармен ұшқан құс пен жүрген жануарды қатырып жібере алады. Сондай сәттердің бірі Астана қаласында орын алған. -50 градустық аязға шыдай алмай, немесе басқандай да салдардан өлген үйрек мұз болып аспаннан қатып найза сияқты қалың қарға қадалып қалған. Вообще много видео в Астане, что замерзают собаки, кошки. А я вот приехала себе в коттедж и не пойму, что это такое. По-моему, утка. Она замерзла. Видимо, когда летела. Вот так все на ходу. Даже утки замерзают. Астана суровый город. Елордамыздың аяздары ойыншық емес. Тіпті көліктердің өздері толықтай мұз болып қатып қалып, көліктің дөңгелектері азотпен қатырылғандай жарылып жатады. Бірақ таулы аймақтарда орналасқан Алматыда да географиялық жағдайлармен байланысты қысты күндер аса аязды болып өтеді. Алматыда да Нұр-Сұлтандағы сияқты бір қарағанда суыққа төзімді құстар қатып қалып жатады. Мінекей дәл сондай жағдайлардың бірі. Вот театр Ауызова. Вот видите? Птичка замерзла. Ё-моё! Кезінде барша интернетті таң қалдырған мұзда қатып қалған түлкінің фотосуреті әлі күнге дейін қатып қалған жануарлардың арасындағы ең әйгілісі болып келеді. Түлкі өз өмірі үшін барынша күрескен сияқты, алайда даладағы аяздан қашып кетуі мүмкін емес. Біздің елімізде де мұз болып қатып қалған түлкі соған бір дәлел. Алматы облысындағы Қырғызсай ауылында түлкі аяздың салдарынан тоңып қатып қалған. Әрине бұл қатып қалу жағдайы алдындағы түлкінің фотосындағыдай атақты болып кетпеді. Десек те одан бұл көрініс сұмдығы жағынан еш кем емес. Поселок Кыргызсай, Уйгурский район. От холода леса замерзла. Ал енді осы видеомыздағы қоян тобымыздың алдындағы түлкілерден алыс кетпеді. Бір қарағанда қыс мезгіліне жаратылысынан дайын жануарлар кей жағдайларда аязды шыдай алмай жатады. Жүгіріп, секіріп жүрген қоян қоршаудың ортасына ілініп, аяздың құрбанына айналды. Опа! Да, здорово, зайца. Егер біздің елімізде аязды ормандарда мекен ететін, суыққа төзімді жануарлардың өздері қатып жататын болса, үй жануарлары жайында айтпасақ та болатын шығар. Аязға шыдай алмай қатып, өліп жататын көшедегі ит пен мысықтарды санап шығу қиынға соғатын шығар. Әрине, олардың барлығы видео мен фотоға түсіп жатпайды. Себебі біз үшін көше қаңғыған жануарлардың өлуі қалыпты жағдайға айналып кеткен сияқты. Бұл өте өкінішті жағдай. Алайда елімізде түсірілген жүріп бара жатып қатып қалған иттің видеосы тек бізде емес, солай шетелдік желілерде тарай түсті. Көрініс шынымен де таң қалдырады.
Ал енді дәл қазір айтылатын оқиғаға келетін болсақ, ол интернетті бір таң қалдырған еді. 2015 жылдың желтоқсан айында 42 бас жылқысын жоғалтқан шаруа полицияға арыз тастаған екен. Павлодар облысында жоғалған жылқылар 9 миллион теңгеге бағаланған. Желдің ығына байланысты үйірдің бұлайша жоғалып кетіп, табылған кездері көп болған көрінеді. Бірақ осы жолы үйір мүлде табылмаған. Мамандар жылқыларды ұрлады деп есептеп іс қозғаған. Тіпті іздеу жұмыстарына арнайы топ құрылған. Наурыздың 27-сі күні полиция қызметкерлері Шідіреті ауылынан 12 шақырым қашықтықта орналасқан өзеннен мұз болып қатқалған жылқыларды тапқан. Ал бұл мұз болып қатқан жылқылардың бейнесі еріксіз таң қалдырып шошытады. Ал соңғы видеомыз болса төбе шашты тік тұрғызады. Аязды боранда бір табын қойға қарап жүрген малшы адасып үсіп қалады. Жүні қалың қойлардың кейбіреулері қарда қатып қалғанымен тірі қалған. Бірақ қалың қардың астына қалғандарына ондай сәттілік түспеді. Ал малшы болса осындай азапты өлімге ұшырап мұз болып қатып қалған. Әрине ол кадрларды біз сіздерге көрсете алмаймыз, бірақ оның не қажеті бар? Достар, қаншалықты қатаң әрі қаһарлы аяздар болса да, ішіміздегі бір-бірімізге деген жылу еш қашан кетпесін. Я, суық күндер келе жатқан байқаған шығарсыздар. Сондықтан жылы киініп жүруге ұмытпаңыздар. Және ыстық лайктарыңызды басып, бұл суық видеоны бір жылытып жіберіңіз. Әрине, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде не істейміз? Қызыл подписаться батырмасына басып, арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге боламыз.